Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында сондай пайғамбарымыздан кейін хадис бар, Айша анамыздың қуыршақтары болған. Айша анамыз мысалы бір өзі айтып береді риуаят қылып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің үйіме келгенде мен қуыршақ ойнап отыр едім дейді. Ойнап отқанда енді шұқылап отырған қыз бала ғой, бәрібір енді 18-19-да болса да сол кезде бәрібір енді жаңағы кішкентай қуыршақ түртіп отырған едім, әдемі қуыршақ еді. Ол ат еді, қанаты бар ат, пегас. Қанаты бар ат еді. Пайғамбар кіріп қалғанын ұялып, мен мұны керуеттің астына жасырдым дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз бәрі көзімен біліп қойды ғой енді оқысын. Келіп, жымиып күлді да, мына не зат деп сұрады дейді. Мен ашып көрсеткен едім, жымиды да, Сүлеймен пайғамбардың осындай аттары шынымен болған деді. Бұл өмірде болған аттар екен.